Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнға қопсытқыш, какао барлығын саламыз да араластырамыз. Қоңыр түсті болғаннан кейін енді біз осы ұнға салатын сұйық массамызды жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, қант, ерітілген сары майды салып жақсылап араластырамыз. Көрермен айтпақшы, менің каналыма тіркеліп подписация батырмасын басып кет және комментарий лайк бассаң, мен өте қуанышты боламын. Енді осы сұйық массамызбен қамырымызды илейміз. Қамырымыз қоңыр түсті песочный тесто сияқты болуы керек. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, кіші бөлікке және бір жағы үлкен бөлікке. Қамырдың үлкен жағымен видеодағыдай бәліштің астыңғы жағын орнататын боласыздар. Ал қамырдың кішкентай жағымен пирогтың шеткі жағын видеодағыдай орнататын боласыздар. Қамырды кішкене үстіңгі жағын басып шығыңыздар видеодағыдай. Енді осы қамырымызды алдын ала қыздырылған пешімізде 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Қамырыңыздың астыңғы жағын вилкамен тесуді ұмытпаңыз. Енді салмасына вареный сгущенка және тұзды арахисті саласыздар. Осымен салмаңыз дайын. Енді суыған қамырыңызға салмаңызды салып, жақсылап жайып, барлығы қамырыңызға сіңуі үшін холодильникте тоңазытқышта бір тәулікке қалдырасыз. Бәліштің бетін кез келген нәрсемен жауып қойыңыз. Мен мысалға крышкамен жаптым. Менде асық ыстық болмағандықтан 24 сағатқа қалдырдым. Енді бетіне жағатын шоколадты дайындаймыз. Ол үшін водяной баняда шоколад және сары майды ерітеміз. Және арахисті өте майдаланылған блендер немесе пышақпен кессеңіз болады. Ары қарай оны ағаш таяқпен немесе қасықпен араластырасыз. Барлығы араласқаннан кейін тоңазытқыштан бәлішіңізді алып, бетіне шоколадты құясыз. Және шоколадты тегістеп жаққаннан кейін тоңазытқышқа 15 минутқа қойып алыңыз. Шоколад қатуы керек. Одан кейін бәлішіңіз дайын. Достар, бұл бәліш енді өте дәмді болып шықты. Шын айтам, өте берекелі де болды. Көп адам дәмін татып көрді және барлығы өте керемет болып шыққанын айтты. Бұл рецепт өте жеңіл және дәмді рецепттердің бірі деп ойлаймын. Өзім бірінші рет жасадым, бірақ өте керемет болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін. Сіздермен бірге Индира Отар. Сау болыңыз.